Еліміздің құқық қорғау органдарында кадрлық резервті қалыптастыру жүйесі өзгерді. Енді прокуратура қызметкерлері аттестаттау мен атқарылған жұмыс нәтижесіне орай іріктеледі. Ал резервтегі үміткерлердің тізімі ведомстволық мәліметтер қорына енгізіледі. Бос лауазым пайда болған жағдайда олар өз қалауы бойынша өтініш жазалады. Ал қызметке лайықтысы бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші бойынша таңдалмақ. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жұмыс сапасын арттыру мақсатында үнемі мониторинг жүргізіліп отырады. Ал прокуратурадағы ауыс-түйіске байланысты жұмыс орнын ауыстыратын азаматтарды баспанамен қамту көзделген. Мұндай өзгерістер елбасы белгіленген 5 институционалды реформа аясында орындалып жатыр. Прокуратура органдарына қызметке кірудің сынақ мерзімі 1 жылға дейін созылған. Яғни жас қызметке келген кезде 1 жыл сынақ мерзімде болады. Кейінен аттестациядан өтеді. Кейінен бірінші сыныптық шенін алады. Сонымен бірге облыстық және аудандық деңгейдегі басшыларды әрбір 5 жыл сайын жоспарлы түрде ротациялау белгіленіп отыр.